қалаймыз, иә? Ол үшін маған қыздарым болса иә? Айта қой, атың кім болады? Айғаным, дұрыс айтасыздар. Мен өзім тәрбиеші Уәлиева Дариямын. Айсаны айта ғой. Айсана. Өте дұрыс айтасыздар. Балалар, бүгін бізге тәжірибемізге осындай тостаған, иә? Және су керек болады, иә? Ол үшін осындай, мынау қандай ненің бейнесі? Дұрыс айтасыздар, қол, алақан, иә? Бұл алақанды қазір осы тостағандағы суға салып, қаншалықты біздің ағзамызда қаншалықты көптеген микробтар бар екенін көрейікші, кәне, зерттейік. Кәне, сала қойыңдар тостағанға ақырындап, салыңдар ақырындап. Әне, Айғанымдікі. Ой, қандай көп микробтар бар, иә, ішінде балалар? Аха, өте көп микробтар, иә, Айсанада да. Ол үшін микробтар жою үшін біз қолымызды немен жуымыз керек, балалар? Сабын. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сабынмен жуымыз керек, иә? Иә, кәне отыра ғой. Аха, отырамыз, иә. Ол үшін сабынмен жуғанда біздің ағзамызға микробтар түспейді, иә? Отыра ғой. Енді келесі біздің зерттейтін балалар. Кәне, тостағанға Айсана су құя ғой. Құя ғой. Өте жақсы. Бізге не керек? Сұйық сабын керек, иә? Кәне, саусағымды ақырын матыра ғой, саусағымды ақырындап. Аха, жақсы. Айсана, сен де матыра ғой. Ой, қандай, кәне, кетті ме? Ой, қандай көп кетті, ең кірлері сыран тазан кетті, ең кезірет. Өте керемет. Енді қолдарын салфеткамен сүрте қойыңдар. Салфеткамен сүртеміз қолдарымызды, кәне. Сүрте ғой салфеткамен Айғаным. Балалар, біз қай кезде қолымызды жуып жүруіміз керек, айтыңдаршы? Қай кезде? Суда. Иә, сумен жуамыз, иә? Оны біз серуеннен келгенде, иә? Және қай кезде? Ұйқыдан тұрғанда, иә? Тамақ ішеміз. Иә, тамақ ішерде біз қолымызды жууымыз керек, иә, үнемі? Иә, балалар. Балалар, енді біздің келесі тәжірибеміз алақандағы микробтарды кетіру. Ол үшін бізге ысқыш, иә? Ысқыш. Осыны ұстай тұра ғой, дайынбыз, иә? Осы ысқышты пайдаланамыз. Осы тостағандағы суға, иә? Сабынды су, иә? Сабынды суды пайдаланамыз. Ақырындап кетіреміз, иә? Қолдағы микробтарды. Ағзамызға түспес үшін қолдағы микробтарды кетіреміз ақырындап. Өте жақсы. Өте керемет. Жақсы, керемет. Тап-таза болып кетіп жатыр, иә, Айғанымда? Айсанада да тап-таза болып кетіп жатыр. Өте жақсы. Екеуде де тап-таза болды, иә, балалар? Өте жақсы. Қолымызды үнемі, балалар, жуып жүруіміз керек, иә? Сонда біздің ағзамызға көзге көрінбейтін микробтарымыз түспейді. Сондықтан қолды үнемі осы сабын пайдаланамыз, иә? Және таза сүлгілерімізді пайдаланамыз. Иә, балалар, бүгін біздің тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Иә. Ұнады, иә? Үнемі қолдарын жуып жүруге маған уәде бересіңдер ме? Иә. Берші, кәне. Өте жақсы. Ендеше балалар, не айтамыз балаларға? Сау